Ассалаумағалейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді сосиски тесте екі түрде дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 қасық дрожжи қосамыз табамызға, чашкамызға, одан кейін 1 қасық қант қосып, үстіне су құйып, 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Осылай көтерілу керек 3 есеге дейін, 2 есеге дейін. Одан кейін сұйық майымызды құямыз, 2 қасық майонез, сүтімізге 1 қасық тұз саламыз. Оны да жаңағы чашкамызға құйып, барлығын араластырамыз. Үстінен ұнымызды аз-аздан осылай қосып отырамыз. Консистенциясына қарайсыздар. Кішкене қолға осылай жабысқаннан кейін столға ұн сеуіп, мен ұнымды алдын ала елеп алдым. Сіздер видеодағындай елесеңіздер болады. Оны мен 20 минутке қойдым, 2 есеге көтерілді. Осылай тура видеодағындай жасайсыздар. 2-ге бөліп алып, жартысын жасадым. Жартысын жаңағы пешке пісірдім, ал жартысын қуырдым газға. Дәл видеодағындай осылай бөліп аласыздар, және домалақтайсыздар. Қамырымызды бөлген кезде кішірек қылып бөлмесеңіздер, нан ішінде дрожжи бар, сол көтерілгенде слишком дәу болып кетеді. Сондықтан кішірейтіп аласыздар. Кішірек домалақтайсыздар. Домалақтап болғаннан кейін бетін 10 минутқа жауып қойдым. 10 минут тұрды. Енді мен сосиски тестемді, жаңағы бір сосиски тестиді 2-ге бөліп алдым. Осылай видеодағындай созасыздар. Жіңішке қылып созуларыңыз қажет. Егер қалың болып кетсе, ол кезде дұрыс шықпай қалады. Осылай видеодағындай барлығын жасап шығамыз. Ескерте кететін жай, жаңағы мен сосискиін кейбір кісілері білмейді, ол піскен сосиски. Тестаға жай піскен сосискиді орадым. Жасап көріңіздер. Менің қызым да дәл солай сосиски тесте жасау қолынан келді. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Өте оңай. Осылай жасап аласыздар барлығын. Одан кейін бір 5 минутқа пока пісірмей тұрасыздар. Кішкене көтерілгеннен кейін барып пісіресіздер. Духовкамызға салып 180 градуста 35-40 минутқа пісіріп аласыздар. Мен екіншісін осылай қуырып алдым. Майға, табаға майымызды құйып, қыздырып аламыз. Одан кейін, қызғаннан кейін осылай сосискаларымызды салып, өстіп сарғайтып қуырып алыңыздар. Әбден қуырылу керек, осылай сап-сары болып. А то ерте алып қойсаңыздар, ол іші піспей қалуы мүмкін. Өте дәмді болады, жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.